Қайырлы күн, достар. Бүгін біз сіздермен бала күнімізде анамыздан ұрлап жейтін ең тәтті кәмпитіміз қуырылған қант жасаймыз. Кей жерлерде қатырылған қант немесе қайнатылған қант деп те атайды. Дайындау үшін бізге жарты килограмм қант және сүт керек. Сонымен қатар мүмкіндік болса, алюмин қазан. Бірінші, қазанымызды отқа қойып, қантымызды саламыз. Сонан кейін оның үстіне сүтімізді құямыз. Сүтті көз мөлшермен қант суда еритіндей ғана қосамыз. Сүтті ысытып алғаны дұрыс. Сүтті құйғаннан кейін қантыңыз бірден қайнап кетсе жақсы шығады. Енді қантымыз еріп, қайнағанша, қазанның жанынан кетпей, қант дайын болғанша араластырып тұрамыз. Асты жабысып қалмау керек. Қантымыз толықтай еріп, осындай қоймалжың сұйықтық шығады. Жиектері көпіріп, жәймендеп қайнай бастайды. Қайнаған кезде оттың астын басамыз. Дайын болғанша араластырып тұрамыз. Қантымыз қайнап, ақ көбік боп көпіріп, екі есе ұлғаяды. Тоқтамай қасынан кетпей араластырып тұрамыз. Қантымыз осылай әдемілеп көпіріп қайнайды. Содан кейін көбігі басылып, сарғаяды. Міне көбігі басылып, жәймендеп сарғая бастап жатыр. Қантымыз жәймендеп сарғайып жатыр. Әдемі сап-сары болғанша қайнатамыз. Қант қайтадан көпіріп, өзінің қалпына түсті. Енді қанттың дайын болғанын қайдан білеміз? Міне қант дайын болғанда қайтадан осылай көпіріп үлкейеді. Уже біздің қантымыз дайын. Арнайылап дайындаған ыдысымызға құйып қоямыз. Кез келген темір ыдысты майлап немесе сулап, ыстық күйінше тезірек құямыз. Мен қантым аз болғаннан кейін мынандай кішкентай тостағанды сулап, соған салып жатырмын. Сіздер көп қып қайнататын болсаңыздар, 1 килограмм қант қайнатсаңыздар, үлкен табаққа аударсаңыздар болады. Осындай темір ыдысқа салып, қантымызды қойып қоямыз. 5 минуттан кейін қантымыз қатып қалады. Мен қантымның қалғанын жартысын алып қалдым.
қазіргі уақытта 21 ғасыр, мынандай силикон ыдыстарға салсаңыз болады. Жартысын осындай силикон ыдыстарға саламын. Кішкене конфеттер болып шығады. Дәл осы әдіспен ұзағырақ қайнатсаңыз, бала күніміздегі чупа-чупс, қораз гамбит жасауға болады. Осылай пышақпен бөліктерге бөліп, дастарханға қоя берсеңіз болады. Міне біздің қайнатылған қантымыз дайын. Бар болғаны 20 минут қана уақыт кетті. Үйде жасап көріңіздер.